Саламатсыздар ма достар? Менің аты жөнім Спанкулов Маулен, мен заңгермін. Бүгінгі біздің видеода біз осы микрофинансовый организациялардың, микрофинансовый осы компаниялардың қайсысы заңды, қайсысы заңсыз жұмыс істейтінін мен сіздерге осы видеода айтып, түсіндіріп, көрсетіп және де осы үйрететін боламын. Ең алдымен осы ары қарай видеодан өтпестен бұрын сіздер осы менің YouTube каналыма, Instagram парақшаларыма негізі тіркеліп қойсаңыздар, маған бұл үлкен бір көмек болатын еді. Сонымен қатар сіздер осы видеоны көріп болғаннан кейін өзіңізге бір қызықты бір темалар болып жатса, осы шешілмейтін бір проблемаларыңызға байланысты осы видеоның астына негізі комментарий қалдырып кетіңіздер. Қандай проблемаларға байланысты бір теманы қалдырыңыздар. Сол теманың көбісі қай теманы таңдайтын болады, сол темаларға байланысты негізі мен алдыңғы жолдары осы видео шығарып түсіндіретін боламын. Ең алдымен осы сіздердің микрофинансовый организациялардың, микрофинансовый компаниялардың осы заңды заңсыз түрде жұмыс істейтінін, істемейтінін біз оны ұлттық банктың өзінің осы интернет ресурсы бар, өзінің официальный сайты деп айтса да болады. Сол сайты арқылы негізі біз көрсек болады, осы микрофинансовый организациялар, микрофинансовый компаниялар осы заңды түрде лицензиямен, рұқсатпен осы жұмыс істей ма, немесе заңсыз түрде жұмыс істей ма. Негізі осы көп адамдарда қазіргі кезде осы компьютер болмағандықтан мен негізі қазіргі кезде осы соткамен көрсетем. Сотовый телефонмен қалай сайтқа кіріп, сайттан кейін ар жағында қандай жерлерге, қандай файлдарға, нелерге кіріп, соны ары қарай тексеру керек екендігін сотовый телефонмен мен сіздерге қазір көрсететін боламын. Ең біріншіден сіздер өздеріңіздің телефондарыңызды аласыздар, содан кейін негізі осындай. Міне достар, сіздер өздеріңіздің қолдарыңызға телефонды алған кезде мысалы мына Google Chrome дегенге басасыздар, осыған кіресіздер. Googleға кіргеннен кейін мына поисковикқа жазамыз Нацбанк деп. Нацбанк деп жазғаннан кейін міне ең бірінші сізге осы официальный интернет ресурс Национального банка Республики Казахстан деп шығады. Осы ұлттық банктың официальный сайты, бір сөзбен айтқан кезде осыған басамыз. Міне Қазақстан Республикасының ұлттық банкының интернет ресурсынан кірдік. Осы кезде негізі мына жақта 3 тіл тұрады: ағылшынша, орысша, қазақша. Осы жерде орысшасына басыңыздар, өйткені қазіргі кезде іздегенге өздеріңізге оңай болады. Осы орысшасына басқаннан кейін соның сол жағында ағылшынша және соның сол жағында міне лупа тұр. Лупа бұл поисковик. Осыған басамыз, содан кейін барып уже іздейміз. Міне поиск дегенге басамыз. Сведения дейміз да іздейміз. Сіздерге міне астында шығады документы, статистика. Осылай шығады. Міне публикации. Публикацияда дұрыстап қарап іздеңіздер. Сіздерде мына жерде сведения о микрофинансовых организациях деп шығады. Ең үстінде о микрокредитах деген бар. Оған баспайсыздар. Сіздер мына жақта сведения о микрофинансовых организациях деп тұрады. Міне осыған басасыздар. Міне скачивать етеміз, жазып аламыз. Міне сіздерге скачивать етіледі. Открыть дегенге басамыз. Өздеріңізге қайсы удобно, мысалы средства просмотра дейсеңіз де болады. Ең біріншісі соған басаңыз, міне микрофинансовый организациялардың барлығы шықты мына жерде. Қазіргі кезде негізі микрофинансовый организациялардың осы 200-дей түрі бар. Міне 207 түрі бар екен. Міне осының ішіне негізі іздейсіздер, өзіңізді қай микрофинансовый организацияны алдыңыздар. Көбісі КМФ дейді. КМФ міне бірінші тұр. Микрофинансовый организация КМФ. Бұл заңды түрде жұмыс істейтін микрофинансовый организация, бірақ негізі бұлардың өздері проценттерін көбейтіп үстінен лақтырып жіберуі мүмкін. Көбісіңізде негізі Тенго, Moneyman, Capvia дейсіздер. Міне ең жоғары жағында, үстінде оң жағында міне лупа тұр қайтадан. Сол лупаға басасыздар, іздейсіздер. Мысалы Тенго дейсіздер. Тенго десеңіз, міне ештеңе шыққан жоқ. Тенгоның шын аты компанияның, ағылшынша Capvia. Capvia десеңіз де міне ештеңе шыққан жоқ. Мысалы айтайық, Moneyman'ның шын аты онлайн финанс. Онлайн финанс десек те ештеңе шыққан жоқ. Яғни бұл компаниялардың барлығы заңсыз түрде жұмыс істейді. Мысалы міне КМФ деп жазсақ ең біріншісі шығады. Міне КМФ. Міне жасылмен міне шықты. ТО микрофинансовый организация КМФ.
мысалы ақшамат дейді, біреу займер дейді, оның бәрін жазып мына жақта көрсеңіздер де болады. Мысалы займер десек, міне ештеңе шыққан жоқ. Бұл дегеніміз заңсыз түрде жұмыс істейтін микрофинансовый организациялар. Бұл займер, тенго дегендер. Бұның барлығы негізі сотқа беріп, бұлардың сіздердің осы проблемаларыңыздың, яғни осы кредитті аласыздар ғой займерлерден, содан кейін барып үстіндегі проценттерін бәрін қиып алып тастауға болады. Негізі мен сіздерге осы бүкіл пайыздарыңыздың барлығын кесіп негізі көмектесе алатын болам, бірақ негізі бұл ақылы түрде болады. Бұл рыноктағы сомадан негізі төмен ретінде мен сіздерге негізі барлығын шешіп бере аламын. Осындай проблемаларыңыз болса, негізі маған жүгінсеңіздер болады. Осы видео негізі қызықты, және осындай видеоларды көп тағы да шығару үшін негізі сіздер мен YouTube каналыма тіркеліп қойсаңыздар, негізі көптеген осы микрофинансовыйға байланысты, осы заңдарда әртүрлі өзгерістер болып жатса, сол негізі менің YouTube каналыма әртүрлі видеоларды салам осыған байланысты. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.